Армысыздар қымбат көрермен, Астана аспаны бағдарламасы бүгін халықаралық стартаптар технопаркінде қонақта. Технологиялар кіреберістен басталады екен, олай болса кеттік, бізбен бірге болыңыздар. Ассаламалейкум Әділет аға, қалыңыз қалай? Астана хабқа қош келдіңіз. Рахмет, кеттік, көрейік, танысайық. Бүгін Астана аспаны бағдарламасының кейіпкері халықаралық IT стартаптар технопаркінің директоры Әділет Нұрғожин. Әділет аға, ассаламалейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы бе? Жұмыстарыңыз барлығы орынша ма? Орынша бе. Тамаша. Енді сұхбатымызды бастамас бұрын жалпы біздегі IT стартаптар жобасы жайлы айта өтсеңіз. Бұл қандай жоба, несімен ерекше? Негізі енді қазіргі өмірімізде, қазіргі әлемде негізі IT-дің орны бір ерекше болып барады ғой. Өйткені қазір әрбір салада IT мамандары қажет. IT бағдарламасы қажет. Автоматтандыру дейді, оның бәрі қажет қазір әрбір салада. Сол себептен енді біздің ең бір басты мақсатымыз осы IT саласын дамыта білу. Стартаптардың енді әрқайсысы түрлі бір әлеуметтік болсын, басқа да салаларда IT негізінде өте көп жобаларды туындап жатыр қазір. Сол себептен біз енді осыған үлкен мән беріп, сонымен қатар бізде енді елімізде үлкен бір бағдарлама бар, бұл цифрлы Қазақстан деген. Сол бағдарлама негізінде бағдарламаның аясында 5-ші тармағы бар сол бағдарламаның. Ол стартап экожүйесін құру Қазақстанда. Сол экожүйені дамыта білу. Біздің Астана хаб осы жүйені дамытуға негізделген ең бастысы негізі осы. Осы стартаптарды жүйелі түрде бір жерден оларға көмек көрсету, оларға жағдай жасай білу, соның негізінде құрылған нәрсе. Сондықтан біз енді басты IT стартаптарға көңіл бөлеміз. Нақты қандай IT стартаптар бар? Қазіргі таңда енді көбінде шыны керек, біз енді адам баласы болғаннан кейін әрбір жобаны енді тез ақша табу негізінде жасайды, шыны керек. Сондықтан көбінде біздің стартаптар қазіргі таңда интернет сату негізінде құралған осы жүйеге көбінде. Бірақ соның ішінде бізде әлеуметтік стартаптар бар, IT стартаптар, олар медицина саласында, білім беру саласында да бірнеше стартаптар бар арасында. Қазіргі біз енді келешекте бұл салалар көбейет, ұлғаят деген үміт бар. Көптеген салалардың тармағынан, көптеген компаниялар тармағынан, үкімет ұйымдарынан тарапынан бізге әртүрлі жобалар келіп жатады, әртүрлі ойлар. Соларды жүзеге асыру үшін біз енді стартаптарға да ол ойларды жібереміз. Мүмкін солардан да жаңа бір стартаптар, жаңа жобалар туындайтын да шығар деп үміттенеміз. Енді стартаптардың барлығын сіздер жалпы идеяны халықтан аласыздар, жастардан аласыздар. Стартаппен көбіне қандай жас ерекшеліктегі адамдар айналысады? Негізінде енді көбінде біз идеялы жастар дейміз ғой. Идеялы жастар ол әрине жастау жігіттер болады. Бірақ енді өз бизнесімді жасайым, өз бизнесімді қорғайым, өз бизнесімді дамытам деген жастар, олар енді кішкене ересектеу болады. Сондықтан қазіргі таңда Астана хабтың ішінде енді жас ерекшелігіне байланысты 27-ден аса үлкендеу жігіттер, қыздар көбінде осы стартаптарды жасайтын жастар. Енді қазіргі уақытта сіздерде болашаққа нық қадам деген жоба аясында біраз дүниелер жасадыңыздар. Енді оның ерекшеліктері қандай болды, қандай нәтижеге жеттіңіздер? Негізінде енді ең бір басты себебіміз бұл жобаға кіруіміз, бұл
енді болашаққа нақ қадам, өз аты өзіне айтып тұр ғой. Иә, жастар өздері бір әсіресе стартаптар жобаның бастамас бұрын ол жобаның қандай дәрежеге жететініне әрине сенімді, бірақ оның қадамдарын білмейді. Көбінде стартаптардың қазіргі таңда 50%-дан астамы басындағы сатыда өз жұмыстарын аяқтайды. Өйткені олар басынан, мысалы, офис мәселесін шешпейді, оған көп қаражат кетеді. Мысалы, басқа қаладан келіп жатса, тұрғын үй мәселесін шеше алмайды. Сондай үлкен ірі проблемаларға кезігіп, көп стартаптар өз жұмысын аяқтайды. Ал енді біздің басты мақсатымыз сол болашаққа қадамын арттыру, көмектесу. Біз өзіміз тарапынан оларға офистарын береміз, жұмыс орнын. Басқа қалардан келген стартаптарға баспана жайында көмектесеміз. Сонымен қатар әрбір қадамын түсіндіретін, әрбір қадамда көмекші бола алатын трекерлар, менторлар дейміз, көмекші үлкен ағаларымыз дейміз, сол бизнесті білетін, стартапты жасаған, белгілі бір дәрежеге жеткен кісілерден дәріс алғызамыз, көмектесеміз. Сонымен қатар шетелден де басқа мамандарды осында шақырып, солардан дәріс алғызамыз. Бұның бәрі жас мамандар үшін тегін жасалатын нәрсе, үлкен мүмкіндік қазіргі таңда. Сонымен қатар жай бизнеста жүрген жастарымыз көп, көмектесе алатын, өзінің ақыл ойымен бөлісе алатын. Соларды осындай ірі жобалар бар, ірі әртүрлі сұхбаттар, брифингтер дейміз, оқу әдістері, солардың бәріне шақырып, осы жастармен сұхбаттасуға, жай әңгімелесуге, шай ішуге шақырамыз, кофе ішуге шақырамыз, еркін түрде. Олар еркін форматта өз ойларымен, өз тәжірибелерімен бөліседі. Сондықтан бұл енді болашаққа нақты қадамы. Тамаша. Енді қараңыз, жалпы стартап дегенді біз түсінсек, қарапайым көрермен түсінбейді. Біздің көрермендерімізге жалпы стартап деген не, және ең бірінші стартапты бастайтын адам нені білу керек? Соның бір ерекше қағидаларымен, заңдылықтарымен бөлісе өтсеңіз. Енді оның нақты заңдылықтары жоқ. Бұл енді біздің әрине бұған енді өзіндік бір теоремасы, түсініктері бар шығар енді әлемдегі деңгейде. Бірақ енді біздің нарығымызға сай, елімізге, жерімізге, халқымызға сай бір нақты теорема шығаруға болмайтын сияқты. Негізі стартап дегеніміз бұл ең бастысы адамның ниеті, идеясы. Бұл идеяны жүзеге асыру қабілетімен өзінің бір ынтасы. Сонымен қатар әрине бұл идеяны қалай жүзеге асырам, не істейм, кіммен сұхбаттасам, кімге барам, қалай. Енді көбінде халық ойлайды ғой, мына бір жобаны жасаймын қазір, барамда үкіметтен ақша алам, барамда бір жерден грант алам, немесе бір контракт алам, болып сонымен мәзбін, соң ақша келеді. Әрине ондай да ойлар бар, бірақ біз енді адамның санасын кішкене өзгертеміз деп ойлаймыз. Өйткені стартаптың негізі бұл белгілі бір нарықта белгілі бір орынды алу. Мысалы, біздің нарығымыз өте жас. Біздің нарықта көптеген нәрселерді істеуге болады. Әлемде істелініп жатқан, бізде істелінбей қалған нәрселер бар. Бізге әлі келмеген нәрселер бар. Нақтысын соны айтып өтіңізші. Қандайлар келмеді, қандайлар қазір уақытта бар? Көп. Әрбір салада айта берсеңіз шыға береді. Негізі IT саласы өте терең, қазіргі тез дамып келеткен
сала ғой. Сондықтан әрбір жаңа шығып жатқан нәрсе ол мысалға әлеуметке, халыққа, елге пайдасын тигізе берсе, бұл біз үшін жақсы да. Сол пайдадан ол сосын өзіне де пайда таба алады. Ақша жайында немесе сол жобаның дамуына байланысты. Негізінде бізде енді мысал келтірейік. Мысалы, бізде мынандай бір стартап жобасы бар, Клокстер атты. Олар негізі сол жобаның негізі бұл биометрия. Қазіргі таңда әлемде бізде де белгілі бір салаларда істейтін нәрсе. Бірақ бұл кісілердің енді нақты айтсақ ерекшелігі десек, бұлар бұл биометрияның базасын дұрыс құрып, сол биометрия арқылы көптеген компаниялардың адамның жұмыс уақытын қадағалау, жұмыстың қашан кетті, қашан кетпеді, соны автоматты түрде қадағалауын, сонымен қатар олардың енді премия дейміз, сондай мәселелерді дұрыс қадағалау, осы арқылы компанияларға ақша үнемдейді. Бұл негізі әлеуметтік жағынан өте жақсы нәрсе, өйткені адам енді жұмыс дегеннен кейін жұмысқа беріліп, уақытында келіп, уақытында кетіп, жұмысты тиянақты істеген, бұл бәрімізге дұрыс белгілі нәрсе. Сондықтан бұл негізінде енді нақты инновациялық проект деп айтуға толығымен келмейтін шығар, бірақ өйткені бұл енді әлемде болып жатқан нәрсе. Бірақ бұны жүйелі түрде біздің нарыққа сай қылып істеген жігіттер бар. Олар қазіргі таңда инвестициялар алды. Бұлар Сингапур елінен фондынан инвестиция алып жатыр қазір. Бұл жоба өз-өзін нарыққа шығарып, өз-өзін ақтап жатыр. Бұл жаңа технология ма сонда? Бұл жаңа технология, да. Бұл технология біз уже осы Астана хабтың аясында қолдана бастадық. Бұл технологияны астыда тұрсын көрсеңіздер. Бұл технология негізінде қол отпечаткасымен, турникет сияқты. Қол отпечаткасымен бетіңіздің бейнесін алу арқылы ашылатын, жабылатын нәрсе базада фиксация болады. Сол арқылы жұмыс істейтін нәрсе. Енді жаңа айтып жатсыздар, жалпы бұл да бір бизнестің түрі. Бұл да бір қазіргі уақытта дамыған ақылмен жасайтын бизнестің түрі. Қолмен емес, ақылмен жасайтын бизнес болғаннан кейін бизнесмендерге инвестициялар қайдан келеді? Қайдан келеді? Негізі инвестиция деген енді әрбір Сингапурдан келіп жатыр деген. Әрбір жерден келе қоятын нәрсе емес, иә? Біз оны түсінеміз. Мысалы, үлкен ірі компанияларға белгілі бір жоба қызық болса, олар жай бұл жобаны сатып ала салады да болды. Ол жоба сол күйінде қалады, дамымай, ұлғаймай, сатылып қалады. Авторлық құқығымен сатылады. Ондай да бар. Бірақ көбінде қазіргі енді халқымыздың санасы өзгеріп жатыр, шетелге шығамыз, басқа да елдермен сұхбаттасамыз, көреміз. Қазіргі таңда біздің елімізде венчурлік инвестициялар деген ұғым өте жақсы қарқынды дамып жатыр. Біз өз тарапымыздан кейінгі кезде және елбасымыздың айтуы бойынша, тапсырмасы бойынша біз осы жастарға көмек ретінде өзіміздің қазақстандық инвесторларды бір топ жинап ассоциация құрмақшымыз. Тамаша. Бұл қазақстандық ангел инвесторлар ассоциациясы болып аталады. Қазақша айтқанда. Періштелер. Періштелер болып тұрады. Олар өз тарапынан осындағы стартаптарға келіп, көріп, жобаларымен танысып, қызыққандарға инвестиция бөліп, көмектесіп,
ангел енді ангел дейміз ғой орысша. Енді бұл жұмыс процесіндегі аталушы. Иә, жұмыс процесінде. Иә. Періштелі инвесторлар дейікші, жарайды. Бұл инвесторлар, олар енді неге періштелі деп аталатыны, олар осы жобаға тек ақша салып күтпейтін нәрсе, күтіп отыратын инвесторлар емес. Олар осы жобаның ары қарай қарқындап дамуына өздері ниетті. Сонда олар осы стартаптың әрбір қадамын қадағалап, көмектесіп, таныстыратын жерге таныстыртып, көрсететін жерге көрсетіп, ары қарай дамытады. Нарыққа шығарады, нарықта белгілі бір нәрселерге жолын ашады, көмектеседі. Сондай инвесторларды біз ангелы деп айтаймыз да. Өздеріңіздің атауларыңыз еркелетіп. Бұл әлемде. Ондай періштелер көп па негізі? Енді біздің елімізде енді көп деуге болмайды, бірақ бар. Мемлекет тарапынан періштелер қалай? Мемлекет тарапынан. Мемлекеттің өз үлкен періште дейсіз. Иә. Әрине, негізі мен бағана айтып кеткендей, өкіметіміз өз стартаптарға періште болып тұр ғой. Негізі біздің Астана хабымыз да өзі бір үлкен стартап. Өйткені бұл жаңадан құрылған жоба, бұл экожүйені дамытуға арналған жоба. Негізі еліміздің тарапынан енді мынандай зәулім ғимаратты беріп жатыр, жағдай жасап жатырмыз. Келген басқа қалардан келген стартаптарға үй жалдаймыз. Бұларға шетелден мамандарды алып келіп дәріс оқытқызамыз. Мұның бәрі тегін болып жатқан нәрсе. Бұл енді көмек болмай немене. Бұл тегіннің барлығы қанша уақытқа дейін жалғасады? Қанша уақытқа жалғасады? Бұл негізінде енді үлкен мүмкіншілік беріп жатырсыздар сіздер. Иә, енді бұл негізі бағана мен айтқандай цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында селінген нәрсе. Бұл енді жоба, біз қазіргі таңда 5 жылдық жоспар құрып отырмыз. 5 жылдың ішінде әрбір жыл сайын бәленбай стартаптарды шығарамыз, бәленбай инвесторлық ақша тартамыз осы стартаптарға. Сонымен қатар енді жоспарлар көп қой. Кейін келесі жылдан бастап біз фонд соинвестирования дейді, инвесторлық қор құрамыз. Сол қор арқылы мүмкін кейіннен, енді жоспар ретінде бар, кейіннен осы қорлар арқылы стартаптарға гранттар бөлетін шығармыз деген ойлар бар. Бұл енді Құдай қаласа көпке созылатын нәрсе деп ойлаймын өзім. Өйткені қазіргі таңда осы жастарға көмекті үкімет тарапынан осылай беру керек. Өйткені біз енді өзіміз көріп жатырмыз ғой, көптеген жобалар болды, грант беріп жатыр, анау беріп жатыр, мынау беріп жатыр, мынандай жағдай жасап жатыр, үйтеді, бүйтеді, көп толып жатыр. Бірақ олардың енді көбі белгілі бір дәрежеге жетіп тоқтайды. Ал біз енді ол дәрежені ары қарай дамытамыз деп ойлаймыз өз басымыз. Сондықтан бұл жоба енді көпке дейін созылады деп ойлаймыз. Әрине, енді шығын деп айтады, өкіметке үлкен әсер деп айтады да. Бірақ енді бұл белгілі бір деңгейге дейін жететін нәрсе. Өйткені кейіннен бұл экосистема, бұл экожүйенің нақты бағыты өзгеру мүмкін, әрине. Ол белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін бұны басқа да инвесторлар, басқа да нелер қызықсынып, бұған да үкіметтен басқа жерлерден қаражат бөліну мүмкін деп ойлаймыз өзіміз. Сонымен қатар кейіннен бізде өте көп енді әртүрлі іс-шаралар өткізіп жатыр ғой. Соларды біз енді мына
ғимараттың ішінде кейіннен енді жалға берсек деп ойлаймыз. Содан арқылы ақша бөлініп, ол ақшаны стартаптарға бөлеміз. Оларға да көбірек мүмкіндік жасаймыз деген әртүрлі жоспарлар бар. Оның енді бәрін қазіргі таңда жүзеге асыру мүмкін емес, өйткені бізде кішігірім мемлекеттік стартаппыз. Сондықтан енді бүгінгі таңға дейін қанша стартапты шығардыңыздар, жүзеге асырдыңыздар? Нақты саны қанша? Нақты саны қазіргі таңда біздің Астана хабта 150-ге жуық топтар бар, стартаптар бар. Осы бізде жүйелі түрде осында. Бұл енді адам санына қарағанда 400-ге жуық адам. Әрбір стартап негізі белгілі бір деңгейден өтеді, белгілі бір қадамдарды басады. Мысалы, егер стартап тек бір оймен ғана келіп, қолында түктесі жоқ болса, енді көрсетеді. Концепциясы не белгілі бір жасаған ісі, мысалы, пилотный версия, да, портал болсын, анау болсын, мынау болсын, мобилдік қосымша болсын, да. Олар инкубацияға келеді. Инкубация деген программаның бір тармағы. Бұл инкубация негізінде олар мына экожүйеге енеді. Арасында өзіндей ақылды ойлары бар керемет IT жігіттер отырады. Солармен бөлісіп, бірігіп, сол жүйені жүзеге асырады. Программисттер бар, түрлі мамандар бар. Соның белгілі бір прототипқа келіп, олар акселерацияға келеді. Бұның араларында комиссиялар бар, оларда еріктейтін, алатын акселерацияға келеді. Акселерацияда олар нақтылы нарыққа қалай шығу, қалай монетизациялау, қалай басқа да кейбір қадамдары, келешекте қалай инвесторлармен сұхбаттасу, қай жағынан презентациясын дұрыстап жасау, солардың бәрін үйрететін, шетелден келетін мамандар бар. Солар өтеді. Осы қазір акселерациядан өткен стартаптар саны бізде 2 акселерация өтті осы жылы, қазір 3-шісі жүріп жатыр. Қазіргі таңда 20-дан астам топтар өтті, стартаптар. Жылдың соңына бір 33-35-дей стартаптар өтеді деген ой бар. Әділет мырза, біз сұхбатымызда біраз әңгімені айттық, жалпы IT саласына қатысты, стартаптарға, халықаралық технопарктің жұмысы жайлы айттық. Енді біз қазіргі уақытта мен сізге 1 минут деген айдарды бастағым келіп отыр. 1 минуттың ішінде мен сізге 10-15 сұрақ қоям. Ол логикалық сұрақтар болуы мүмкін, қызықты сұрақтар болуы мүмкін, жалпы стартапқа қатысты сұрақ болуы мүмкін. Сондықтан сіз қысқадан нұсқа жауап беруіңіз керек. Келістік пе? Кеттік. Бүгін таңертең нешеде ояндыңыз? 6:30-да. Инвестиция дегеніміз не? Жобаға ақша қою. Стартап дегеніміз не? Стартап бұл жоба. Тамаша. IT технологиясы біздің Қазақстанда қаншалықты дамыған? Өте жақсы деңгейде. Соңғы оқыған кітабыңыз? Стартап жайында. Қанша тіл білесіз? 3 тіл. Ағылшын тіліндегі деңгейіңіз? Upper intermediate деп ойлаймыз. Бір жылда шетелге қанша рет шығасыз? 4-5 реттей шығамыз. Бауырларыңызға қаншалықты хабарласасыз? Жиі енді көбінде туған күндерде солай хабарласамыз. Бірақ мен енді бауырларым көп емес, үлкен ағам бар. Онымен енді күн аралас сөйлесемін. Ұжымыңызға қаталсыз ба? Жоқ, қатал емес. Бір күнде қанша ақша жұмсайсыз? Әрқалай күніне бір, мысалы 5 мыңдай шығады көбінде. Астананың қай жері ерекше ұнайды? Ең бір сүйіп көретін жерім бұл Ертіс өзенінің жағалауы. Сүйікті әншіңіз? Батырхан Шүкенов. Ақылды сізге қанша жасыңызда шықты? 16-17 жасыңызда ақылды шықты ма? Иә. Мен деген сіз вундеркинд болғансыз. Солай болады. Тамаша. Ал енді Әділет аға, біз 1 минуттың ішінде 10 шақты сұраққа жауап беріп үлгердік. Сұхбаттан алған әсеріңізді, жалпы сұхбаттан алған әсеріңізді мына бір смайликтер арқылы қазіргі ішкі көңіл күйіңізді бейнелеп бөліссеңіз. Мен ұстап тұрайыншы сізге, мен ұстап тұрайын.